Tanısып өттік қой. Енді мынау ат тізгінін деп атсақ, мына дастархан жастар үшін деп атсақ, бүгінгі жақсы құдағилар не болды? Билегілеріңіз келді ма? Қазір биге шығады. Ал, мына дәмге қарап дәмнен алып отырсаңыздар, мына осында жаңа Нұрлан ағамыз жақсылап таныстырып өтті мына. Өсіп өнген жанден мына. Ұлы жүз, кіші жүз, орта жүз, мына байырғыдан мына құда жексертек мына. Енді құда қаласа мына жайдағы елмен мына қыз алып, қыз беріп атқан жағдайымыз бар мына. Бұл бір емес мына жайдағы елмен. Құда қаласа мына келініміз келіп, қуанымыз қойнымызға сыймай, бүгінгі таңда мына үлкен ақжаулық аналарымыз, үлкен ағаларымыз мына жақсы таныстық болып жатыр. Жақсы дастарханда ашып беру салтанатын. Санасы бар жігіттер, санасы бар. Қазақтың өсіп өнер баласы бар. Ауылда сөз сөйлейтін, той бастайтын, әлемдің тон жағалы ағасы бар деп міне ел ағасы болып міне қазіргі таңда осы әулеттің үлгені болып дастархан ашып беру салтанатымен Мұхтар ағамыздан бір жақсы тілек тыңдап мына дастарханды аштырып алсам деп жатырмын. Ал қол соғып қошеметтеп қойсақ, Мұхтар ағамыз жақсы тілек айтып дастарханды ашып берсем дейміз. Ал енді құдалар не дейміз? Мынау бәрі себепкер осы екі жас қой. Екі жас бақытты болсын. Екі жас аңсаған арманына жетсін. Басына бас қоссын, жасына жас қоссын. Әрдайым осы елдің жақсы азаматтары болып өсе берсін. Солар жақсы болса біз жақсымыз. Құда мың жылдық болып, күйеулі жылдық болып, араласа берейік. Әрдайым жиған жерген тойға бұйырсын, тойда кездейік. Ең жаман күніміз осындай тойда болсын. Сол үшін алыңыздар. Алыңыздар. Ал мына дастархан ашып, бір жақсылап нұрге бағана барған кезде алдық. Сол үшін Ашише. Біреу алу керек қой. Сөйлеп екен тұрып, ана құдалармен соғылмай кетіп көтерсін не? Сода ба, біреуін әже, біреуін бүйтіп көтеріп алып. Жүріңіз. Ел ағасы мына Мұхтар ағаларымыз, Нұрлан ағаларымыз таныстырып жатыр мына елімізді. Мына біздер мына Оразкелді елі болатын болса, Алтата, Бәтки елімен құда болып жатсыздар. Құда қаласа жаңа мына жолды білмей Жетісайға өтіп кеттік деп жатсыздар ғой. Енді кейін кезде тіке келе бересіздер ғой. Мынау енді құдалықтың ең жақсысы қуғыншы екен ғой. Жаңа апаларымыз айтып жатыр, қуғыншыға бүйрегі таза, бауыр тазалап жібереді ғой, ондай справкасылар жібермейді деп апаларымыз кетіп жатқанда айтып баратыр да. Енді дұрыс қой, енді әркімнің өзінің денсаулығы өзінде бізге мына Ақжарқын құдағай сіздің немізді білмейміз, бірақ реңіңіз таза болғаннан кейін барып жатырмыз ғой деп жатырмыз мынау. Енді онда тұрған ешнәрсе жоқ. Бұл 100 граммен есептеспей-ақ қояйық, бірақ көңілдеріңіз ақ болса болды деп жатырмыз. Ал енді мына үлкен ақжаулықты аналарымыз жақсы тілек айтты. Енді мына жақсы тілекке жалғастыра берсек. Бүгінгі таңда мынау Айдар інімізбен Сәуле келініміз болатын болса, қанша көп тілек айтсақ, бұның көптігі болмайды деп жатырмыз. Бүгін мына төрімізде Сұлтан құдамыз жаңа жақсылап таныстырып өтті. Мынау енді әрі басты емес, мынау дұрыс, мынау қуғыншыға келген кезде жастар барады деген нәрсе емес. Мынау үлкен, мынау елдестірмек, елшіден жауластырмақ, жаушыдан деп атады ғой. Біздің мына елдігімізді білдіреді, мынау үлкен, мынау ағаларымыз келіп атса, үлкен құдаларымыз келіп атса, біз құп үстіне құп дейміз мына. Енді бүгінгі жақсы тілектің кезегін, жақсы ниеттің кезегін, тектатаның тұяғы өздері сондай зиялы құдасының үйінде бір тілек айтып қояды деп бүгінгі мына Жайдақ елінің көшін бастап келіп отқан үлкен құдамыз Тұрғанбек құдамыздан бір жақсы тілек тыңдасақ. Әзін жараса әкіміне дейді ғой. Құрметті қонақтар құралар. Мынау Бәтке елінде мына Жайдақ елі екі ынтымақ болып жастың арасында, екі жастың арасында жастарымыз бақытты болсын, кендер сау болсын. Өзіміз бияды қойы берсін да. Мынау өз ынтымақ екі елге бақыттылық бере берсін. Мынау жастарымыз бақытты болып, ынтымақ нығая берсін. Құда жер ұстап жүре бейік. Құда май жоқсын жүре бейік. Сол үшін бақытты болып бере берсін. Дәмге қарап, бұрдаға дәмге қарап дәмін алып отырмыз. Мынау енді мынау асаба тегі
Алалдан басқа білмейді күнге деп қалмаңыздар. Екі өлеңім бар еді мына. Құлағы, екі қос құлағы Айгүмізбен Айжарқын бір жақсылап алса, содан кейін бір өлең айтсам ба дегенім де қатып қойған болдыңыздар. Қайсы екеу? Енді мынау тәке, бірақ енді мынау составты білесіз ғой өзіңіз бұрын алып жүрген жер, бұл составпен бір-екі қыз қуған шығарсыз, бүгін ғана емес шығар енді. Состав десең айтып қойыңыздар да, бір өңіріңіздер алыңыз. Біртінде мен, жай. Там da özünde bir şey yapamadım. Saatime basıp şahsı. Sonra жайлап. Жоқ, бір екі саты қойдық қой енді, бірден анау бүйтіп, бірден анау үшіншіге қойып қойған болмай қалам ба деп адамдар енді. Мынау құрмет қонақтар алдарыңыз, нәрге қарап алып отырыңыздар. Мына алдымызда сөйлеп өткен мына аналарымыздың құрметіне. Тұрғанбектей мына құдамыздың құрметіне бір шәмші ағаларымыздың әнін. Құдашы алып алдым ғой, Айсұлу құдашы, ар жағын құдағи алмағаннан кейін мен де көңілім жарымлап алдым. Жеңгесі болғаннан кейін сәл алу керек еді, 25 грамм. Анау зорлығымыз жоқ құдағида. Енді мынау ішімдеген тап деп отқаннан гөрі ұзын сәуле келініміздің жеңгесі екен ғой деп құдағи оның. Жоқ, сәуле келін. Біздің келініміз. Бас біріңе ас берсін, жастарға бақыт тілейміз енді. Екі жасы бақытты болсын, денілер сау болсын, аманшылық болсын. Құда мың жылда күйеу жүрдік дейді ғой. Мынау құдамыз мың жыл бола берсін, күйеу жүрдік болсын. Амин. Сөзсізден басқа танымаймын. Анам бала салай. Құран алда қойып, Құран алда қойып, Самсонның Құран қойып. Ұлаққа жүріп Үлкен дәм келді. Мына дәмге қарап, дәмнен алып отырыңыздар. Мына үлкен дәмнің алдында, жаңа осында біздерге таныстырғанда бізге құда. Біздің мынау Айдар інімізге жаңа мен бажа болып келем деді бұл кісі да, мына сұл деген. Бірақ біздің төрімізде отыр, біздің құдамыз бүгінгі. Мына бажа дегеннен шығып барады ғой, мына екі аяқты бажа тату, төрт аяқты бота тату деп атады. Кәнектердің қызығы үйге мойын сұққанша, жүгір үйдің қызығы шұңқырға кеп тыққанша,
жарымтаның қызығы құлқыныңа жұтқанша, бажалардың қызығы кеудеңнен жаның шыққанша деп отыр. Бүгінгі мына жақсы тілектің кезегін төрімізден орын алып жатқан біздің мына Айдар ініміздің бажасы, біздің құдамыз, Сұлтан құдамыз бір жақсы тілек айтса, соның бер жандағы мына үлкен дәмнің алдында мына тұрған нағашы артық оның бағасы, өрендердің ағасы, өмірінің сағасы, жиеншарегі болды деп келіпті тойған нағашы деп Арыстан құдамыздан да бір жақсы тілек тыңдасақ. Қос құдадан бір жақсы тілек болса, қолдарыңыз қамырлап болса шапалақты өзім ұрып қоясыз. Ал Сұлтеке, мынау туралы берсең, son bir жақсы тілекті өзіңіз бастасаңыз, арекең арқалап жалғастырып алыңыз. Рахмет. Ал тілек тыңдайық. Рахмет. Ұстап тұрайын енді. Ал құрметті құдалар, қадірменді құдағилар, жалпы тойған келген қауым, Сырым Батыр деген батыр өткендігіне сол кісі айтқан екен. Қауым мұраты біту, жол мұраты жету, қыз мұраты бой жеткен соң тегін тауып кету деп. Құда қаласа мына қыздарымыз бой жетіпті. Қаншасы сау жеңдіріп болса. Бой жеткен екен құда қаласа тегін тауып қыз айтады екен ғой. Мен өзім бақытты боламын деп, сол елді бақытты боламын деп барам дейді екен. Елдің ішінде өзім бақытты боламын дейді екен. Құда қаласа елдеріңіз бақытты болсын, соның ішінде мынау жастар бақытты болсын. Жалпы келіндеріңіз аяғынан, қойшыңызды таяғынан деп жатады. Келіндеріңіздің аяғы қоя берсін, шаңырақтарыңыз берекелі болсын. Мынау құда қаласа құда мен құдағи жастардың қызығын, рахатын көре берсін. Бүгінгі бізге арнайы жасалған дастархандарымыз жалпы осындай үлкен қонақтарға, меймандарға жайыла берсін. Құда қаласа той жұғысты болсын барлықтарыңызға. Біз енді айналып келген кезде сол жастардың бақыты ғой. Құда қаласа қариялар жаңа жақсы тілектің тегін ағытты, қария сәуелдің қазынасы бар деп жатамыз. Қазыналы қариялар бар екен, сол кісілердің тәрбиесін алса, сол кісілердің арқасынан ерсе, соңынан оларды мен енді құда қаласа еш уақытта бір жаңылыспайды деп айтуға болмайды енді. Құда қаласа дендеріңіз сау болсын. Жалпы келін алғаннан кейін сол немере сүйесін деген жағдай бар. Ендігі жылда қалса немерелі бола беріңіздер. Сол тойларға келуге барлығымызды төрт көзіміз түгел сол тойға қатысуға Алла Тағала жаза берсін. Тойларыңыз құтты болсын, той ұзағынан сүйіндірсін Алла. Ал Ареке, Арыстан құда, үстірдің ағашы, жақсы тілегіміз. Адамға деп жатамыз ғой, адамға бәрімізде осы бір елдің қызын алып отырмыз. Солардың арқасында адам болып жүргеніміз осы күртке киіп, шалбар киіп жүргеніміз сол қыздардың арқасында негізі. Сол біреудің қызын алып біз адам болып, солардан тудырып айту, бала сүйіп адам болып жатырмыз енді. Мынау жаңағы жүректе иман болсын дейді ғой. Бір құдалықта отырған көреді, осы тамақ алып келген кезде тамақ жемей өткен көрінеді құдағилар. Свет өшіп қалса, құдамын, құдағиым тағы қол несіп қалыпты енді айқасып. Сөйтсе свет қайып жанып қалған кезде құдағи жаңағы жеп отыр дейді. Мысалы біз бұл әр адамға Құдай иман берсін. Адам иманы бар адам, ол жақсы адам деп есептеледі негізі. Біз енді кісілік жасамайық. Мен енді нағашы жағым қандай нағашы екен деп сіздер түбін білмей кетпеңіздер. Бұл кісі менің әкемнің әпшесі. Менің әкем 4 ағайынды болған. 2 қыз, 2 бала. Бұл кісі ең үлкені. Соның ішіндегі інісінің ең үлкен баласы менмін. Інілерім көп. Барлығы әйтеуір тіршілікпенен қазіргі заман не дейді? Бизнес дейм ма, не дейді? Ағымдар жұмыс тірілікті.
әрқайсысы өзінің бизнесімен ауылда ешкім жоқ екен. Жаңа жеңшем Нұрлан звондап жатыр деп үйге келіпті. Мен Жетісайда тұрамын, ол ауылда тұрады. Үйге келіп, сен ұстап алмасаң, басқасын айтып ешкім қалмады дейді. Кеше құдалықтан келгенбіз. Өзім балам үйленген, сол құдалығын шақырған екен, кеше құдалықтан келген. Күнде Құдайға шүкір айтып, жақсы той бола берсін, жақсылық бола берсін. Әйтеуір дастарханымыз әрдайым тойға жайылсын, жастар бақытты болсын, өзімен өзі көбейсін. Мынау апаларымыздың жолын бере берсін. Осындай апаларымыз сияқты алтын жібек жолы дей ма? Сол сияқты әйтеуір жақсы тілекте не қылам? Әйтеуір мына өзім әйтеуір осы жиенім, осы екі жиеніміз бар. Ұл баладан жаңа біреу айтып отыр, Тұрлыбай ана Ленскийде, одан кейін мына Нұрлан, ол уақытта баладан есептесіп тумаған, Құдай не берсе соны туа берген енді. Жаңа айтып отыр ғой, біз Тоты Құдағиды таныған, осы мен есімді білгелі ол кісіні танимын. 16 құрсақ көтерген деп отыр. Мен Тоты Құдағи сияқты осы ауылдың бір белді келіні бола берсін. Мен тілейтінім жақсылық, осы нағашы үзілген жерді жалғайды деп жатады. Біз енді шамамыз келгенше 100 мың теңге береміз дейсің ғой. Енді шамамыз келгенше сол 2 миллионға шамамыз одан артығын білмеймін, миллион айта алмаймын. Бәрекелді. Біз енді шамамыз келгенін береміз. Бірақ біз жиендерді қолдаймыз. Мынау менің құрдасым, мынау ең үлкен әпшесі болады. Райхан деген осы өмірі айтып тартысып келеді. Бұл менің түртейді, мен оның түртем. Екеуміз құрдаспыз. Мен осы үйге жаңағы не дейді, жүректен шыққан жүректен шыққан сөзінің барлығын тілеймін. Осы үйде әрдайым той болсын, осы қара шаңырақ, осы менің әпшемнің құрып кеткен үйі. Жездеміз енді ертеде қайтыс болып кетті. Жездем жақсы еді, ақ көңіл еді. Бұл Нұрлан да сондай, Тұрлыбек те сондай. Бұлар бізбен нағашы жиеніне тартады дейді ғой. Мені көріңіздер де бұл жиендерді көре беріңіз кім екенін. Әрдайым алдым езуімізден күлкі, алдымыздан дастархан кетпесін. Қорамыз толған қой болсын, көргеніміз той болсын. Амандық болсын. Ал. Бәрекелді, сол үшін тап тамақ дейді ғой, тамақтың астында қалдың бітсін деп тамақта жемей отыр мына. Дүниеге мына солардың рахатын көріп жүргенде мына. Қазақта сөз бар ғой, келін жақсы болса қонақ келгісі келеді, келін жаман болса келген қонақтың кеткісі келеді дейді. Иншалла мына Нұрсәуле біздің келініміз мына осы Оразкелді Бәтки елінің емес, осы халқымыздың мына жақсы, осы ауылдың бір жақсы келіні болсын. Енді бір апамыз мынау 13-14-тен шығып қалады ғой. Бір апамыз жаңағы қызы тұрмысқа шығып кетсе, ой есіз қалар, осы ең кішкентай 13-ші перзентім еді. Мынау Қазақстанда барлық нәрсе қымбат болып кетті. Осыны бір Қытайға барып, Қытайда арзан екен ғой барлық нәрсе. Юанға өткізіп алғанда же теңгенің бәрін өткізіп, сояқтан бір көрпе-төсек істейін деп барып табамыз. Жаңа 13 туған дейді, сөйтсе медалын тағып алып Сұлтеке. Медалын тағып алып, алтын маскер ойна деген медалын тағып алып, базарға барса, тым тұрмай деген Қытайда да. Гарнитурды біздің теңгеге шаққанда 5-6 мың теңгеге, ана кухнейін сондай қылып барлығын түгелдеп барса, апамыздың қалтасында ақша көп қалып кетіп, ой, мынау шынымен Қытайда арзан екен ғой, базарға ойшаға келсек болады екен ғой деп, жаңа базардың ортасында кетіп барса, бір Қытайдың әйелі бүйтіп қарап апамыздың жұлдызына қарап қойып, оймай деп апамызға барып алып, апа, мынаны қаяқтан алдың деп жатыр дейді, қытайшалап айтып жатыр, апамыз түсінбейді анаған. Сөйтіп, апа, мынаны қаяқтан алдың, пақ-пақтан, енді Қытайда соғыс көп болған ғой. Соғыстан алдың ба, мына медалды деп жатса, апам кейін барып есіне түсіп кетіп, ой, айналайын қараңға қарау, бұны пақ-пақтан емес, пұл-пұқтан ағымда. Құда қаласа мына келіндеріміз мына үлкен апалардың
жолын бере берсін міне. Бала келін болса, ана келін болсын, төле бидің келіндей дана келін болсын деп атады. Құда қаласа соның куәгері болып мына төрімізде өйстіп ылғи тұрғанбек құда төрімізден орын ала беріңіздер дейміз міне. Ал енді мына құрметті құдалар, құрметті құдағайлар, құдашалар, мен енді мына жақсы тілек деп атырмыз ғой, тілекті тілекке жалғай отырсам деп атырмын. Жаңа осында біздің мына Нұрлан ағамыз таныстырып өткен кезде осы әулетті жақсылап таныстырып өтті. Міне сіздердің құдаларыңыз мына 2 бала 7 қыз болатын болса, енді мына әпкелеріміздің бәрі осында, енді құда қаласа ертең құдалықтың барысында көресіздер. Осында мына сіздердің ең үлкен әпке деп осында жаңа біз отырғызып, әпке осы жерде отырыңыз деп біз әпкемізді апаларға қоспай жіберген едік міне. Сіздердің мына үлкен әпкелеріңіз айым қыз әпкеміз міне. Қыз тілеулес деп атады ғой міне. Үлкенді кішісіз дейді, елдің көркі қыз дейді. Сағынғанды әпкелер бауырларын іздейді. Туған жерден әрқашан күдерін үзбейді. Бүгін міне Нұрлан ініміздің шаңырағында қуаныш той дегенде соның бер жағындағы міне осы сіздердің құдаларыңыздың үлкен әпкесі деп Райхан әпкемізді таныстырдық. Тәліп жезем ертең Беташарға келем деп ғой. КамАЗбен келатыр Астанадан жүгатып. Райхан әпкеміз, соның бер жағындағы міне үлкен әпкеміз міне Ақсу әпкеміз десек, міне Жезең бар сенің атақты дұшпан деп оны атапты, сөз бермесем егерде шығарып жүрер шатақты дейді. 50 жылда ел жаңа 100 жылда қазан деп атады міне. Осы әулеттің міне Тәліптен кейінгі міне жездесі Ғазиз жездеміз деп жақсы тілек айтса дейміз. Ал қол соғып қошеметтеп қойсақ, осы неге дастарханға, тойға осы себеппен 2 жас қой, осы 2 жас бақытты болсын. Әрқашанда ойын күлкіден ажыратпасын.